Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Мен сіздерге бүгін осындай керемет, өте үлпілдек болып шығатын сүзбе мен алмадан және жидек пюресінен жасалған пирог жасауға кеңес беремін. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамда осындай рецепттер табасыз. Жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Пирогты дайындау үшін ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Қамырына қажетті ингредиенттердің барлығын саламыз. Барлығы описанияда жазылып тұр. Ең алдымен қантымызды, суымызды, жұмыртқамызды, разрыхителімізді және де сары майымызды салып, барлық қажетті салып, жақсылап тұрып біркелкі қамыр пайда болғанша араластырып аласыздар. Яғни қамыр болғанша елеп аласыздар. Осындай қамыр пайда болып елеп алғаннан кейін біркелкі қолға жабыспайтын қамыр болуы қажет. Осы қамырымызды арнайы пергамент төселген формамызға салып, жан-жағын, бортикін барлығын келтіріп, формамен бірдей қылып істейсіздер. Кейін оны осылай келтіріп алғаннан кейін холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар. Ол кезде біз салмасын дайындасақ, салмасына сүзбемізге қантымызды, жұмыртқамызды және де қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып блендерден біркелкі масса пайда болғанша өткізіп аласыздар. Яғни сүзбенің түйіршіктері қалмауы қажет. Осылай салмасын дайындап алғаннан кейін пирогымызды дайындасақ, қамырымызға біз жидек пен қантты араластырған пюреміз саламыз. Яғни жидекті пюрелеп, қантпен араластырып, кішкене 1-2 минут қайнатып аласыздар. Крахмал қосып, немесе варенье сала берсеңіздер де болады. Кез келген қою варенье да жарайды. Кейін осы жидектің үстіне жаңағы массамызды құямыз, салмасының. Және де бетіне сақтап емес, жіңішкелеп, пластинка дейді ғой, сондай жіңішкелеп туралған алмамызды тізіп шығамыз. Оның видеосын мен түсірмеппін, тек қана осылай сіздерге көрсетейін. Осындай етіп тізіп, алманы тізіп шығасыздар да пирогымызды духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіресіздер. Біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.